Бәріңе сәлем, бүгін тағы да біз ютуберлердің табысын есептеуді жалғастырамыз. Бүгінгі видеода Ava Adicus, Qbro және NoniKZ'тің табысын есептейтін боламыз. Олардың қанша табатынын білгің келе ма? Онда арнаға тіркеліп, лайк бас. Және комментарияға келесі видеода кімнің табысын есептегенді қалайсың, соны жазып кет. NoniKZ'те қазіргі күнде 507 мың подписчигі бар, ал арнадағы жалпы просмотр саны 95 миллион. Қазір Social Blade сайтынан оның айына қанша просмотр жинайтынын көрейік. NoniKZ айына 3 миллион просмотр жинайды екен. Осы 3 миллион просмотрдың 20%-ын тауып аламыз. 20%-ы 600 мың. 600 мың просмотрдан ол $480 табады. YouTube сол $480-дың тек 68%-ын ғана ютуберге береді. Сол кезде $326 шықты, бұл теңгемен 137 мың теңге. Нони сонда айына тек YouTube'тың монетизациясының өзінен 140 мың теңгедей табады. Әрі қарай AdNextBet анау-мынау оларға реклама істейді. Енді Qbro'нікін есептеуге кеттік. Qbro'да қазіргі күнде 486 мың подписчигі бар, ал арнадағы жалпы просмотр саны 40 миллион. Тағы да жаңағыдей Social Blade'ке кіреміз. Social Blade'те Qbro айына 3 миллион 800 мың просмотр жинайды деп көрсетіп тұр. Оның 20%-ы 760 мың просмотр, 760 мың просмотрдан Qbro $600 табады. $600-дың 68%-і $400. Енді осын теңгеге айландыратын болсақ, 173 мың теңге. Qbro айына YouTube'тың монетизациясынан 173 мың теңге табады. Ал енді бүгінгі видеодағы соңғы ютубер Ava Adicus. Ода 629 мың подписчик бар, арна қаралымы 37 миллион. Жалпы қаралымы аз болса да, айлық қаралымы оныкі басқаларға қарағанда жақсырақ, 4 миллион 600 мың. Тура жаңегіде есептейміз, сол кезде 920 мың просмотр шықты, 920 мың просмотрдан $736 шықты. Бұның 68%-ін есептегенде $500 қалды. $500-ды теңгеге айландырсақ, 210 мың теңге. Жалпы қаралымы аз болса да, YouTube-тың монетизациясынан ең көп табатын Ava Adicus екен. Бірақ одан Noni мен Qbro сияқты AdNextBet'тің рекламасын көрмедім. Дегенмен де ол да реклама істейді. Басқа да рекламаларды көргенмін. Бүгінге осы арнаға тіркеліп лайк бас, достарыңмен де бөлісе кет. Келесі кімнің табысын есептейміз, оны комментарияға жаз.